Айова штатындағы Вилиска қалашығы елес қалаға айналуы әбден мүмкін. Бұл жердегі үйлердің жартысында ешкім тұрмайды. Соңғы жылдары халық саны 2 есе азайған. Қалашықтың жалғыз көрнекті жері East Second Street көшесіндегі 508-ші үй. Ауылдық готика стиліндегі бұл үйде $400 түнеп шығуға болады. Бірақ бір нәрсені білгеніңіз жөн. 1912 жылы бұл үйде жаппай қантөгіс болған. 2 ересек адам мен 6 баланы балтамен өлтірген. Мұны істеген адам ештеңе ұрламаған және әлі күнге дейін қолға түспеген. Бүгінгі видео Вилискадағы қантөгіс туралы болмақ. Қазақ тілді контентті қолдасаңыздар, осы видеоға лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны мыжып қойыңыздар. Сіздерді Рилнар арнасында қош көрдік. Баршаңызға сәлем. Маусым 1912 жылы 43 жасар Джозая Мур есімді кәсіпкер, әйелі Сара және 4 баласымен шіркеуде болды. Бұл күні Вилиска тұрғындары балалар күнін тойлап жатты. Балалар билеп, тәттілер жеді, қойылымдарға қатысты. Одан бөлек тұрғындардың алдында Джордж Келли есімді ағылшындық пастор насихат жүргізді. Джордж өзі бір түрлі, қызық адам болатын. Ол Американың ауылдарын аралап, Құдайдан уәхи іздеп жүрді. Десек те, сол заманда қаңғып жүрген әулие әкелер қалыпты жағдай еді. Джордж уағызын аяқтағасын, адамдар жаймен үйлеріне тарай бастады. Джозая да жанұясымен үйіне оралды. East Second Street 508 мекен жайы бойынша. Олармен бірге 2 қыз еріп барды. 10 жасар қызының құрбылары. Оларды қонып қайтуға ата-аналары жіберген болатын. Джозая мен Сараны бәрі танитын. Олар қолы ашық, жомарт жандар еді. Қысқасы, барлығы кешкі 10-да үйде болды. Ертесі таңғы 7-де Джозаяның үйіне көршісі Мэри Пэхэм есімді әйел келді. Мурлар ерте оянатынына үйреніп қалған әйел үйдің есігін қағады. Бірақ есікті ешкім ашпайды. Оның үстіне есік құлыптаулы болды. Мэри олар ерте тұрып, шаруалармен шығып кеткен болар деп ойлады. Ол Мурлардың тауықтарына жем беріп, Джозаяның ағасы Россқа бір хабар береді. Росс үйдің есігін біраз қағып, қосымша кілтпен есікті ашады. Көп замай Мэри Росстың айқайын естіді. Ол қатты айқайлады, шыңғырды. Үйден жүгіріп шыққан Росстың түрі бозарып кеткен еді. Ол Мэриге жергілікті шериф Генри Хортонға қоңырау шалыңыз деп айтады. Негізі қалашықта полиция дейтіндей полицияда болған жоқ. Тып-тыныш, бейбіт Вилисканың тұрғындары Генри Хортонды шериф қылып сайлаған еді. Генри өте қатал, өмір көрген еркек болғанымен, Мурлардың үйіне келгенде оның мазасы қашты. Тіпті қаладан келген тергеушілердің өзі шошып кетті. Үйдің ішінен 8 мәйіт табылды. Джозая, Сара, олардың 4 баласы және қыздарының 2 құрбысы. Оларды бастарын балтамен жарып өлтірген еді. Ал қанға боялған балта қонақ бөлмеде бұрышта тұрды. Барлық құрбандар керуеттерінде жатты. Олар тіпті оянып үлгермеген секілді. Бас сүйегі жарылған мәйіттерге қарағанда, олар қылмыскерге қарсылық көрсетіп үлгермегенде. Тек 12 жасар Лина ғана балаларының құрбысы керуетінде көлденеңнен жатты және қолы жарақаттанған еді. Құдды өзін қорғамақшы болғандай. Барлығының басы балтаның желкесімен жарылған еді. Тек Джозая ғана балтаның жүзімен бетінен соққы алған. Белгісіз қанішер барлығын өлтіріп болғасын, үйді аралап құрбандарының басынан тағы бір рет ұрып шыққан. Әсіресе Джозаяны. Оның басынан және бетінен дым қалмаған еді. Қылмыскер оны балтамен ұзақ ұрған. Шамамен 30 рет. Бір қызығы үйден ешқандай айғақ табылмады. Шатыр астында жатқан жаңа темекінің 2 тұқылын санамағанда. Соған қарағанда қылмыскер барлығы ұйқыға кеткенін күтіп отырып, шатыр астында темекі шеккен сияқты. Үйдің есігі іштен құлыптанған еді. Терезелердің астында аяқ киім іздері болған жоқ. Қылмыскер сыртқа шықпаған сияқты.
Тергеу барысында оқиға түн жарым мен таңғы сағат 5-тің ортасында болғаны анықталды. Одан бөлек мәйіттер табылған күні Мурлардың үй жағына жергілікті тұрғындар жиналды. Үйдің ішіне 100 адам кіріп шығып, мәйіттерді тамашалаған екен. Соның кесірінен кейбір айғақтар немесе іздер шатасып өшіп кетуі мүмкін. Және оқиға 1912 жылы болғанында ескерейік. Енді қаңғыбас пастор Джордж Келлиге оралайық. Видеоның басында айтып кеткенімдей, Джордж біртүрлі адам болатын. Біртүрлі сөйлеп, біртүрлі дұға жасайтын. Одан бөлек оның психикасы нашар екені анықталды. Оған қоса пастор қызметін атқарып жүргенде ол әйелдерді аңдыған екен. Тіпті христиан қауымында қыздарға тыр жалаңаш күйде суретке түсуге итермелеген деген ақпарат пайда болады. Аталмыш оқиғалардың кесірінен Джордж туған жерін тастап, қаңғыбас пасторға айналған көрінеді. Аталмыш оқиғалардың кесірінен Джордж туған жерін тастап, қаңғыбас пасторға айналған көрінеді. Одан бөлек 10 маусым таңғы сағат 5-те Мурлардың мәйіттері табылмай тұрып, Джордж аяқ асты Виллискадан тайып тұрған. Кейінірек пастор қала шерифіне және қайтыс болғандардың туыстарына біртүрлі хаттар жолдай бастаған. Ол хаттарда Джордж тергеу қалай жүріп жатқанын, тергеушілердің оқиғаға қатысты пікірін біліп алмақшы болған. 1914 жылы Джорджты бейтаныс әйелдерге мүшесінің суретін жібергені үшін тұтқындайды. Қысқасы, пастор әлеуметтік желілер жоқ заманда дикпик жіберумен айналысқан. Бұл істі тергеу барысында Джордж бір әйелді зорлаған анықталады. Ол әйел пасторға хатшы жұмысына кіруге келген екен. Десек те, Джорджты ешкім түрмеге отырғызбады. Сот қызметкерлері әулие әкенің мұндай әрекетке баратынына сенгісі келмей, оны жындыханаға жатқызады. Бірақ қысқа уақытқа. Енді ең сорақысы. 1917 жылы, арадан 5 жыл өткесін, пастор қайтадан күдікке ілінеді. Бір кездері шериф және қайтыс болғандардың туыстары Джорджтың жолдап жүрген хаттарын оқымай қойыпты. Сөйтсе, ол хаттарда пастор сол күні Мурлардың үйінде шу болғанын естігенін, тіпті қан төгістің куәгері болғанын жазған екен. Джордж Келлиді тергеуге шақырғанда, ол дым қобалжымай, бәрін балтамен өлтірген қаншер ол мен деп айтады. Бірақ сотта оны қайтадан ақтап шығарады. Дінде жүрген адам мұндай қылмыс жасайтынына ешкім сенбеді. Осылай Джордж босап шығады да арғарай қаңғып кетеді. Виллиска қалашығының тұрғындары сол күні Джордж уағыз айтып жатқанда Мурлардың балалары қатты шулағанын еске алады. Ал Джозая қаңғыбас пасторды менсінбей құрметсіздік білдіргенміз. 20 ғасырдың басым бөлігінде Мурлардың үйі қараусыз тұрды. Жергілікті халық бұл үй туралы неше түрлі қорқынышты оқиғалар шығарады. 1994 жылы бұл үйді Дарвин және Марта Линдар сатып алып, ішін жинап, жөндеп, баяғы қалпына келтіреді. Осылай бұл үй кішігірім мұражайға және туристердің сүйікті жеріне айналды. Бұл жерге кімдер келіп, кімдер кетпеді. Қан төгісті зерттеп, елестерді шақырмақшы болғандар да болды. Бірақ оның бәрі түнде айтылатын қорқынышты әңгімеден ара салмады. 2014 жылы бұл үйде қызықты әрі сұмдық жағдай орын алды. Өзінің достарымен түнеп кетуге келген Роберт Стивен Лорсон кеудесінде пышақ жарақатымен табылды. Оның достары 911-ге хабарласып, байғұс жігітті ауруханаға жатқызды. Оқиға орнына келген шерифтің сөзінше, Роберт пышақты алып өзіне тыққан. Роберт жазылып шыққанымен сол күні не болғанын ешкімге ашып айтпаған екен. Бұл оқиға Виллискадағы үйге жаман жарнама болды дерсіздер. Бірақ одан туристер саны азайған жоқ. 2016 жылы Виллискадағы жаппай қан төгіс атты хоррор жарық көрді. Фильмде Джордж Келлиді қаншер қылып көрсеткен. Бірақ сюжет бойынша оның ішіне жын кіріп кетеді. Ал менде бүгінге осы достар. Мур отбасын қырып тастаған Джордж Келли ма? Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Қызықты видеоларда көріскенше.